Достар, күнделікті жасайтын ыстық тамақтардың бірі дәмбіламаның жасалу жолын өз тәжірибемде көрсетемін. Етімізді ұсақтап турап аламыз. Содан кейін ыдысқа сұйық май құйып, май қызғаннан кейін етімізді саламыз. Татымына қарай тұз қосып, бетін жауып, еттің өз суында 30 минут пісіреміз. Астыңғы оты өте баяу болуы керек. Ет жұмсарғанша көкөністерді турап аламыз. Пияз, тәтті бұрыш, картошка, сәбіз және сарымсақ. Осы көкөністерді дайындап аламыз. 40 қабат, яғни капуста керек. Капустаны турамаймыз, жалпақ күйінде қолданамыз. Жұмсарған еттің үстінен көкөністердің барлығын пияздан бастап кезек-кезегімен салып шығамыз. Қалауларыңызша қара бұрыш салсаңыздар болады. Томат немесе қызанақ саламыз. Барлық көкөністерді салып болғаннан кейін ең соңында капустамен бетін жауып, аз мөлшерде су құйып 30-40 минут бұқтырамыз. Міне тамағымыз дайын болды. Ыдысқа салып, дастарханға ұсынамыз. Еті жұмсақ болып піскен, көкөністері езілмеген, дәмі керемет шыққан. Менің тәжірибемде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Ас дәмді болсын. Егер сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Алдын ала рахмет.